Birinchi surat. Есептеңіз 7-ning ln e kvadrat derecesi. Bu жерде logaritmның қасиеттері бойынша logaritmның derecesi алдына коэффициент болса, сонда 2 ln e 7-ning 2 ln e logaritmның қасиеттері бойынша бірге тең. 2 деген бір 2 болады. 7-ning kvadratı. Екінші сұрақ. Өрнектің мәнін табыңыз. Логарифм 3 негізінде 8 қосылған 3 көбейтілген логарифм 3 негізінде 2-ден 9. Бұл жерде логарифмнің қасиеті бойынша алдында коэффициентті дәреже ішіне кіргіземіз, дәреже болып кіреді. Сонда логарифм 3 негізде 8 қосылған логарифм 3 негізде 2-ден 9-дың кубы. Енді негіздері бірдей болған үшін тағы логарифмнің қасиеті бойынша логарифм ішіндегі сандарды көбейтуге болады. Сонда логарифм 3 8 көбейтілген 2-ден 9-дың кубы, 2-ning кубы 8, 9-дың кубы 81, 729. 8-де қысқарады. Сонда логарифм негізінде 729. Ал 729 деген 3-тің 6-ыншы дәрежесі болады. Алдын коэффициент болып түссе, логарифм 3-те 3. Логарифмның қасиеті бойынша бірге тең. Сонда жауап 6 болады. Үшінші сұрақ. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Логарифм 3 негізінде x қосылған логарифм 3 негізінде y тең 1-ге. Логарифм түбір асты 2 негізінде x минус y тең 2-ге. Бұл жерде анықталуымыз бойынша x нөлден үлкен, y нөлден үлкен, x минус y нөлден үлкен. Енді бірінші теңдеуде негіздері бірдей болған үшін көбейту түрінде жазсақ болады. Логарифм 3 негізінде x y тең 1-ге. Бұл жерден x y тең 3-тің бірінші дәрежесі ол 3-ге тең. Екінші теңдеуде логарифм бұл жерден логарифм анықтамасы бойынша x минус y тең болады. Түбір асты 2-ning квадраты. Бұл түбірдің квадраты қысқарса 2 болады. Сонда x минус y тең 2-ге. Енді теңдеуді орнына қоятын болсақ, x тең y плюс 2. Бірінші теңдеуді орнына қоятын болсақ, плюс 2 енді жүктейтін болсақ, y минус 1 болады. Тең 0-ге. Дискриминантпен шығарсақ, квадрат теңдеуінде тең 3, y тең 1-ге. Анықталуысы бойынша теріс сан бола алмайды. Нөлден тең болу керек. 3 деген жауап теріміз. Y тең 1 болады. Y тең 1 болса, x тең 1 қосылған 2 тең 3 болады. Сонда жауабы 3 және 1. Төртінші сұрақ. 3 жұмысшы қандай да бір жұмысты 5 күнде аяқтайды. Жұмысшылар саны 2-ге арттырылғаннан кейін бір осы жұмысты олар неше күнде аяқтайды? 3 жұмысшы 5 күнде. 5 күнде аяқтайтын болса, жұмысшылардың саны 2-ге арттырылса, онда 5 жұмысшы болады. Ал жұмыс күні x күнде аяқтайды. Бұл жерде жұмысшылар артқан сайын жұмысты бітіретін уақыт азая береді. Сондықтан
Бұл тура пропорция емес, кері пропорция болады. Кері пропорциядан бір біріне көбейтеді. 3 бесті көбейтсек, 3 көбейтсе 5 тең 5х. X тең 15 бөлінген 5, 3 болады. Жаңа 5 жұмысы 3 күнде жүретін болады. 5-ші сұрақ теңсіздікті шешіңіз. X минус 5-тің квадраты, X плюс 3, 2 минус X кіші немесе тең 0-ден. Бұл жерде екі жағында минус 1-ге көбейтетін болсақ, минус 1-ді 3-ші жақсымен көбейтетін болсақ, X минус 5-тің квадраты, X плюс 3, X минус 2 өлшем немесе тең 0-ден болады. Минус қатылықтың үшін таңаласақ. Енді бұл дайын жүктеліп тұр. Ол нөлге теңестіріп аламыз. X тең 5, X тең минус 3, X тең 2. Осыны сандар координатасында көрсететін минус 3, 2, 5. Барлығы плюс болған үшін плюс болады. Ана жерде X минус 5 бізде квадрат болған үшін 2 рет 5 келген плюс болады. Екінші жағы плюс болады. Минус плюс. Бізге 0-ден үлкендер керек. Плюстарды аламыз. Мына жауабы минус 80-тен минус 3-ке дейін. Және 2-ден плюс 80-ке дейін. Жауабы. Алтыншы сұрақ. Теңдеуді шешіңіз. Синус квадрат X тең синус X қосылған 2. Сол жаққа жинайтын болсақ, синус квадрат X минус синус X азайтылған 2 тең 0. Бұл жерден жіктегенде синус X минус 2 синус X плюс 1 болады. Тең 0. Синус X тең 2 синус X тең минус 1. Синустың мәні минус 1 мен 1-дің арасында болғандықтан, 2-дің мән жерде шешім жоқ. Синус X тең 1 болса, минус 1 болса, X тең болады. Синустың мәні минус 1 мына жерде 270 градустан немесе минус 90 градустан сақталады. Бөлінген 2 қосылған 2 пи. Жауабы С. 7-ші сұрақ. Амалды орындаңыз. 3x минус 4 бөлінген квадратты қысқаша көбейту формасында бірінші амалдың квадраты, бірінші өрнектің квадраты. 2x дәрежесі азайтылған 2 көбейтілген 3 жағынан x дәрежесі көбейтілген 4 жағынан y дәрежесі қосылған 4 y-тің квадраты. 4-тің квадраты 16. Бұның 2 y дәрежесі болады. Ол тең болады 9 2x дәрежесі. Жазылған 2 мен 3 6. 4 көбейтілген 16. X дәрежесі, бұның y дәрежесі қосылған 16. 16 бұның 2 y дәрежесі. Жауабы Е болады. 8-ші сұрақ. Y тең x минус 3 бөлінген x плюс 2 функциясына кері функцияны табыңыз. Мұндағы x тең емес 1, x тең емес минус 2.
Kere funksiyasını табу үшін y пен x-тің орнын ауыстырамыз. X тең y минус 3 бөлінген y плюс 2. Енді осы жерден y өрнектеп алсақ, сол кері функциясы болады. X y плюс 2 y минус 3 x y плюс x y минус 3 x y минус y минус x минус 3. Y жақшадан жазсақ x минус 4 минус x минус 3 y тең минус 2x минус 3 бөлінген x минус 1. Алымдан минус 1'i шығаратын болсақ, минус 2x плюс 3 бөлінген шығаратын болсақ, минус x минустар y тең 2x плюс 3 1 минус x. Cevabı A. 9-cu сұрақ. Тригонометриялық теңсіздіктің шешімін жататын аралықты табыңыз. Модульде синус x үлкен 2-ден 1-ден. Бұл жерде екі жағдай болғанда синус x 0-ден үлкен болғанда синус x 2-ден 1-ден үлкен. Екінші жағдай минус синус x 2-ден 1-ден үлкен. Мұнда синус x минус 2-ден 1-ден кіші болады. Сонда координатада сызатын болсақ, бірлік шеңберде сызатын болсақ, 2-ден 1 синус x 2-ден 1-ден үлкен болса, екіншісі 2-ден 1-ден минус 2-ден 1-ден кіші, минус 2-ден 1 үшінші төртінші шекті болады. Одан кіші болса, астыдағы болады. Жауабы пи бөлінген 6-дан x пи бөлінген 6-ға дейін. Екінші жауабы минус x пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 6. Осы екі жауапты біріктіретін болсақ, бірге жазатын болсақ, онда cevabı A. Altıncı sıra. Sentrilер ортақ, радиустері 6 см және 3 см болатын шарлар сызылған. Пайда болған қуыс шардың көлемін табыңыз. Қуыс шардың көлемін табу үшін үлкен шардың көлемінен кіші шардың көлемін азайтуымыз керек. Шардікі төрт бөлінген 3. Егер 6 болса, 6-ның кубы 216. 216 3-ке қысқарады. 72 4-ке бөлсек 288 егер бізде 3-ке тең
minus 9 bölü 4 36 pi. Yine pulsardan alıyorsun. Sürekli kullanım bölümünün azaltılmış. Şimdi 788 36 pi. Yeni bulmadı. 707 pi. Sözüm. 11. sıra tengeuler jüyesini şeşiniz. Birinci tengeude proporsiya türünde жазылады. 3 көбейтілген 2x қосылған 1 4 көбейтілген y минус 1 да жасыл есеп болса ал x қосылған 3 тең 4y азайтылған 4 ал x азайтылған 4 y тең минус 4 минус 3 минус 7 болады. Екінші теңдеуді дәл астына жазатын болсақ x қосылған 4y тең 28 екеуін қосатын болсақ 6x пен x 7x 4y минус 4y шығады. 7 минус 7 мен 28 қоссақ 21 болады. Сонда x тең 21 7 берсек 3-ке тең болады. x тең 3 енді екінші теңдеуге x-тің орнына 3-ті қойып y-ті есептейміз. 3 қосылған 4y тең 28 4y тең 28-ден 3 азайтамыз 25 y тең 6,125. Сонда жауабы 3 тең 6,125. Ал жауап. Екінші сұрақ шектеусіз периодты ондық бөлшекті қысқармайтын жай бөлшек түрінде жазыңыз. Бұл үшін біз x пен боламыз алдын. X тең болады 7,3 период 3 қосылғаны береді. Енді біз 10x 10-ға көбейтетін болсақ өтір бір санға жазылсақ 70,3 болады. 3 қайталана береді. 100x дейтін болсақ 100x сонда тағы бір санға жазылатын болсақ 703 және 3 шектелетін қайталана береді. Енді екеуін азайтатын болсақ 10x-тен 100x азайтсақ 90x 70,3 азайтатын болсақ қайталанатын сандар қысқарады бір-бірінен. 70-тен 703 азайтсақ 633 Сонда x тең минус 633 бөлінген минус 90 минустар болады. 3-ке қысқарады. 211 бөлінген 30. Сол жауап. 13-ші сұрақ логарифмдік теңсіздікті шешіңіз. Бұл жерде логарифм 0,5 негізінде x үлкен немесе тең 12 азайтылған логарифм 2 негізінде квадрат x. 0,5-ті біз 2-нің минус 1 дәрежесі деп жазсақ болады. 2-нің минус 1 дәрежесі. Логарифм 2-нің минус 1 дәрежесі негізінде x. 2 азайтылған логарифм 2 негізінде квадрат x. Бұл жерден логарифмнің қасиеттері бойынша бір бөлінген негізінің дәрежесі бөлінген минус 1. Логарифм 2x 2 азайтылған логарифм 2 негізінде квадрат x. Сол жаққа өтетін болсақ барлығын логарифм 2 негізінде квадрат x азайтылған логарифм 2 негізінде x азайтылған 12 кіші немесе тең болды. Бұл жерден өрнектейтін болсақ логарифм онда a квадрат минус a минус 12 немесе тең болды. Бұл жерден
аны табамыз. Дейтін болсақ, көбейтістікті көрсететін болсақ, а минус 4 енді 0-ге теңестіргенде а тең 4 а тең минус 3 болады. Енді логарифм 2 негізінде x қайтадан орнына қоятын болсақ, логарифм 2 негізінде x тең 4, бұл жерден x тең 2-ның 4 дәрежесі 16 болады. Екіншісінде логарифм 2 негізінде x тең минус 3, бұл жерден x тең 2-ның минус 3 дәрежесі 8-ден 1 болады. Енді екеуін координатада көрсететін болсақ, 8-ден 1 16 плюс минус плюс. Логарифмнің анықтамасы бойынша логарифмді алған сан, логарифмді алған сан x болып x 0-ден үлкен болу керек. X 0-ден үлкен 0 болса, ал бірінші теңсіздікте 0-ден үлкендер керек, онда екеуінің қиылысқан жерін алатын болса, 0-ден бастап 8-ден 1-ге дейін, 16-дан бастап плюс шексіздікке дейін. Үлкен немесе тең болған үшін 8-ден 1 мен 16 жабық болады. Ал 0-ден тек қана үлкен болған үшін ол ашық болады. Бұл жауабы D. 14-ші сұрақ, теңдеулер жүйесін шешіп, с мен z-тің бүтін шешімдерінің көбейтіндісін табыңыз. Бұл жерде біріншісінде ортақ бөлінген деген болса, с қосылған z ортақ бөлім 15 sz болып, біріншісіне z-тің, екіншісіне с-тен береміз. Бұл жаққа sz береміз. Сонда қосылған z тең болады 15-тен 8 sz. 15-ті сол жаққа түсетін болсақ, қосылған z тең 8 sz. Ал екінші теңдеуде минус 3 екінші жағына болады. Сонда қосылған 3z тең 8. Екі жағында 2-ге бөлетін болсақ, қосылған 3z тең 14 болады. Бұл жерден сыны с тең 14 азайтылған 3z. Соны өрнектеп алып, бірінші теңдеуде мәніне қоямыз. Сонда бірінші теңдеуде шыққан 15 көбейтілген сының орнына 14 азайтылған 3z қойды. Қосылған z тең болады 8 z сының орнына 14 азайтылған 3z қойды. Енді бұл жерде жақшаны жасайтын болсақ, 15 пен 14-ті көбейтсек 210 минус 3z плюс z, ол минус 2z болады. 15-ке бөлсек минус 30z тең болады 8z-ті 14-ке бөлсек 112z, 8z-ті минус 3z-ті көбейтсек минус 24z квадрат. Енді минус 24z квадрат сол жаққа түсек 24z квадрат минус 30z 112z сол жаққа түсек минус 142z қосылған 210 тең 0. Бұл жерде 2-ге бөлетін болсақ 12z квадрат азайтылған 71z қосылған 105
тең 0. Бұл квадрат теңдеуді дискриминантпен шығарсақ та болады, немесе жүктеп шығарсақ та болады. 12 z азайтылған 35 z азайтылған 3 тең 0. Bu жерде z тең 35 бөлінген 12. Z тең 3 болады. Енді сыны тауып аламыз. Сыда орнына қойып, сыны тауып аламыз. С тең 14 азайтылған 3 көбейтілген 35 бөлінген 12. Бұл болады 14 азайтылған 3 пен 12 қысқарады. 4 35 бөлінген 4. 14 4-ке көбейтсек 56. 35 азайтсақ 21 бөлінген 4. Екіншісі С тең 14 азайтылған 3 көбейтілген Z-тің екінші жауабы 3 болды. 14-тен 9 азайтсақ 5. Ал бізде сұралған С мен Z-тің бүтін шешімдерінің көбейтіндісін сұраған. Сонда Z-да бүтін шешім 3, С-да бүтін шешім 5. Екеуін көбейтсек 15 болады. Дұрыс жауабы E. 15-ші сұрақ формуламен AN тізбегі формуласымен берілген. Сол тізбектің алғашқы 3 мүшесін табу керек. Ол үшін A1 n-нің орнына бөліп есептесек, A1 тең 3 бөлінген 2 1-дің минус 1 дәрежесі. Ол 6-ға тең болады. A2 тең 2 көбейтілген 2-ның минус 1 дәрежесі. 6 көбейтілген 2-ден 1. Ол 3-ке тең. A3 көбейтілген 2 көбейтілген 3-дің минус 1 дәрежесі. Ол 6 көбейтілген 1 бөлінген 3. Қысқарады 2 болады. Сонда алғашқы 3 мүшесі 6, 3, 2. 6, 3, 2. Сол жауап. 16-ші сұрақ. Тригонометриялық өрнекті түрлендіру керек. Тангенс квадрат альфа минус косинус квадрат альфа екінші шақшыда бөлінген косинус квадрат альфа минус 1. Екінші шақшыдан қарайтын болсақ, ортақ бөлінді косинус квадрат альфа болады. 1 азайтылған косинус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа. Екінші шақшыда тангенс квадрат альфа минус косинус квадрат альфа тең болады. Бірден косинус квадратты азайтсақ, синус квадрат болады. Екінші шақшыда синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа. Бұл тангенс квадрат альфаға тең. Сонда тангенс квадрат альфа көбейтілген тангенс квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа. Тангенстің синус бөлінген косинус квадрат. Тангенс квадрат көбейтсек 1-ге тең. Азайтылған косинус квадраттың бөлінген косинус квадрат 2 қысқарады. Синус квадрат альфа болады. Бірден синус квадрат альфаны азайтатын болсақ, косинус квадрат альфа. Жауабы С. Ағыс жылдамдығы 4 км сағат болатын өзен жағасында бір-біріне қарама-қарсы салмен км сағат. Катер Б-дан шығып Б пунктіне жету үшін қанша километр қалғанын табыңыз. Жылдамдығы 20 болса, Б-дан шыққан катер ағысқа қарсы жүргендіктен 16 ал сал қалмайды.
өзінің қозғалатындықтан оның 4 км сағат болады. Екеуі 5 сағаттан кейін есетін болса, онда сал 4 пен 20 км жүреді. Ал катер 10 пен 5 сағатта 80 км жүреді. Сонда А мен Б қаласының арасы 100 км болады. Сонда катер Б'дан де Аға жеткенге дейін кететін уақыты барлығы 100 км болса, соны 16-ға бөліп қысқарады. 4. Ал сал болса, осыншама сағаттың ішінде 25 бөлінген 4 сағаттың ішінде 4 км жылдамдықпен салдың жүрген жолы 25 км болады. Сал осыншама уақытта 25 км катер Б'дан Аға жеткен болады. Сонда 25 км жүзген болса, Б'ға жету үшін тағы 75 км жүру керек. Сал Б'дан 75 км ұзақта тұр. 18-ші сұрақ, теңсіздікті шешіңіз. Тригонометриялық теңсіздік. Тангенстің графигі. Тангенс 3х минус 2 бөлінген 6. Кіші немесе тең, түбірасты 27 бөлінген 3-тен. Түбірасты 27 дегеніміз ол 3 түбірасты 3 бөлінген 3-тен қысқарса, түбірасты тангенстің мәні түбірасты қай уақытта түбірасты болады. Бұрыш 60 градусқа тең болған жоқ, пи бөлінген 3-ке тең болса, онда мәні түбірасты 3-ке тең болады. Ал түбірасты 3-тен кіші болса, тангенстің мәні, онда оның астында қалады. Сонда минус пи бөлінген 2-ден басталады. Минус пи бөлінген 2-ден соған пи n кіші 3х минус пи бөлінген 6 кіші немесе тең пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 3 қосылған пи n. Енді ортада жалғыз x-ті қалдыру үшін алдымен 3 жағына да пи бөлінген 6-ны қосып шығамыз. Пи бөлінген 6-ны қосатын пи бөлінген 2 қосылған пи бөлінген 6 қосылған пи n 3х минус пи бөлінген 6 плюс пи бөлінген 6 қысқарады. Оң жақта пи бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 6 біріншісіне 3-тен береміз. Минус 3π қосылған пи минус 2π бөлінген 6 кіші 3х-тен кіші немесе ортақ бөлім 6 2-ден береміз. 2π плюс пи 3π қосылған пи n. Жалғыз қалдыру үшін бөлуіміз керек. 3-ке бөлуіміз керек. Сонда сол жақта минус 2 мен 6 қысқарады. 3-тен 1 қалады. Оны тағы 3-ке бөлетін болсақ, сонда минус 3-ке бөлінген 6 3-ке бөлетін болса 3 деген 6 болады. Қосылған
n bölüngen 3. Sondan cevabı konuşmaz. Doğru sıra grafiki belirlen logaritmik funksiyaga x 0 тең 0 нүктесіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті. Бұл жерде функция бір солға жылжып тұр. Сондықтан y тең логарифм a негізінде x плюс 1 болады. Бұл жерде бергі нүктелерден a нүктесі b нүктесі екілі бір нүктесін осыған қоятын болсақ 1 тең болады. Бұл a 2 плюс 1. Сонда бұл a3 тең 1-ге бұл жерден a тең 3-тің a-ның 1 дәрежесі тең 3. Бұнда a тең 3-ге. Сонда y функциясы тең болады. Логарифм 3 негізінде x плюс 1. Енді бізге жанамасын табу үшін туындысын аламыз. Y туындысы x плюс 1-дің туындысы 1 бөлінген x плюс 1 алған 3. Енді бұл жерде x 0 тең 0 болатын болсақ, сонда f туында 0 тең 1 бөлінген 1 плюс 1 бөлінген 3. Сонда жауабы бұрыштық коэффициент тең болады 1 бөлінген 3. Bu жауап. Сұрақ A және B векторлары берілген. Модуль A5, модуль B4. A минус B және A плюс B векторларының скаляр көбейтіндісін анықтаңыз. A векторын біз x1 болса, B векторын x2 де болса, A минус B өзде A минус B x1 A плюс B x2 қосылған x2 ал скаляр көбейтінді дегеніміз A минус B және A плюс B скаляр көбейтіндісі ол x-тер мен x-терді y-тер мен y-терді көбейткенде шығады. x1 плюс x2 көбейтілген x1 қосылған x2 қосылған y-тер минус y2 көбейтілген y1 плюс y2. Енді қосып шығатын болсақ x1 квадрат минус x квадрат қосылған y1 квадрат минус y2 квадрат. Ал жеке болатын болса x1 квадрат қосылған y1 квадрат және x квадрат қосылған y квадрат ол тең болады
x1 kvadrat, y1 kvadrat ол модуль a-ға тең болады. Модуль a деген азайтылған x квадраттың y квадрат ол модуль b-ға тең болады. Ал модуль a бізде 5, модуль b 4, 5-ке 4 жазсақ дар. Жиырма бірінші сұрақ, дұрыс жауаптарды анықтаңыз. Біріншісінде 6-ның 1/12 дәрежесі 3-ке тең емес пе? 6/12 деген 1/5 дәреже, сол 5-ші турасында 6 деген. Ол 3-ке тең емес. Біріншісі қате болады. Екіншісі ол 25, 25-тің квадраты 5-ке тең емес, 625-ке тең. Екіншісі қате болады. Үшіншісінде лог 3, 4 тең 1-ге. 3-тің 1 дәрежесі 4-ке тең емес. Үшіншісі қате. Төртіншісінде лог 4, 2, 0,25. 4-тің 4-тен 1 дәрежесі ол 4-ші турасында 4-ке тең. Ол турасында 2-ке тең. 2-ге тең емес. 4-ші қате болды. 5-ші лог 2, 8 тең 3. 2-ның 3-ші дәрежесі тең 8-ге. 2-сін дұрыс болады. Өйткені 2-ның 3-ші дәрежесі 8-ге тең. 6-шысы лог 4, 4 тең 1. 4-тің 1 дәрежесі сол 4-ке тең болады. 6-шысы дұрыс болады. Келесі лог 2, 16 тең 5. 2-ның 5 дәрежесі ол 32-ге тең. 16-ға тең емес. Жида қате болады. Келесі соңғысы лог 5, 25 тең 2. 5-тің квадраты тең 25-ке тең болады. Ол дұрыс. EFH 3 жауабы дұрыс болады. 22-ші сұрақ. X-тің логарифм 2x дәрежесі теңдеуінің түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз. Бұл жерде логарифмнің анықтамасы бойынша логарифм 2x тең логарифм x 16. 16-ны біз 2-ның 4 дәрежесі алатын болсақ, дәреже коэффициент болып алынады. Сонда 4 көбейтілген логарифм x 2 болады. Логарифм 2x тең 4 көбейтілген 1 бөлінген логарифм негізін ауыстыратын болсақ, 1 бөлінген логарифм 2 негізі x. Енді логарифм 2x-ті a деген әріппен белгілеп алсақ, сонда a тең 4 бөлінген a-ға. Сонда a квадрат тең болады 4. Бұл жерден a тең плюс минус 2-ге тең. a-ның орнына логарифм 2x-ті қайтадан алатын болсақ, логарифм 2 негізінде x тең болады 2-ге. Сонда x тең 2-ның квадраты 4 болады. X тең 4-ке. Енді екінші жауабы логарифм 2 x тең минус 2 екінші жауабы. Бұл жерде логарифм x тең болады 2-ның минус 2 дәрежесі. Сонда x тең 1 бөлінген 4. Ал енді түбірлердің көбейтіндісі 4 көбейтілген
4'ten 1 bu 1'ge teң. So'ba 23-cü surak. Tengdövler jüyesinin şeşimi x n y n bolsa, onda x n plus y n және x n köpügen y n örneklerinin мәндерін tanıyız. Burada birinci tengdövden x minus y teң x plus y x'ter kıskalatan bolsa, minus y teң y teң n'ge. Екінші теңдеуді 2x минус 0 тең 1'ge. 2x тең 1, x тең 2'den 1. Ал екеуінің қосындысын табатын болсақ, 2'den 1 қосылған 0, ол 2'den 1'ge тең. 2'den 1 көбейтілген 0, ол 0'ге тең. Жауабы 0,05 және 0. 24-cü surak. 15 litr 30%'lik azot qışqılının eritiндisine qancha 80%'lik azot qışqılının eritindisini qo'shsak, 60%'lik azot qışqılının eritindisi chiqatilini topingiz. Yana paydo bo'lgan eritindining necha litr ekanini aniqlangiz. Birinchi testda 15 litr 30% azot qışqılı var. Onun içinde 15'nin 30%'i 4,5 litr qışqılı var. Eritindi var. 4,5 litr qışqılı var. Oған қосамыз 80%'lik azot qışqılının 80%'lik eritindini qo'shamiz, al ekan belgisiz x deb olamiz. X'ning 80%'i 0,8x bo'ladi. Ikkovini qo'shgan кезде chiqатын eritindi 60% bo'ladi. Общий massasi 15 litr men x qo'shsak, x plus 15. X plus 15'ning 60%'i 0,16 x plus 15. Şunda 4,5 мен 0,8x qo'shsak, qo'shilishi kerak. 4,5 qo'shilgan 0,8x keyin 0,16x qo'shilgan 9. 0,2x 0,8x'ten 0,6x azaltsak 0,2x teң bo'ladi 9 azaltgan 4,5. 0,2x teң 9'dan 4,5 azaltsak 4,5. Endi екі жағында 5'ке көбейтетін болсақ, x тең 22,5. Сонда x 22,5 болады. Пайда болған ерітіндінің неше литр екенін анықтаймыз. Сонда x 22,5, қосылатын ерітінді 22,5. Ал пайда болған ерітінді 37,5. Бұл жауабы 22,5 және 37,5. 25-ci сұрақ. Тең қабырғалы үш бұрыштың қабырғасы екі төбелесті үшке тең. Егер төбелесті үш бұрыштан 7 болса, онда оның ауданының сан мәні жататын аралықтар. Тең қабырғалы үш бұрыштың ауданында формула бар. А квадрат төбелесті 3 бөлінген 4 üzeri a деген қабырғасы. Екі төбелесті 3'тің квадраты көбейтілген төбелесті 3 бөлінген 4. 2'nin kvadratı 4. Төбелесті 3'ün квадраты 3 көбейтілген төбелесті 3 бөлінген 4. 4'тер қысқарады, сонда 3 төбелесті 3 болады. Төбелесті 3 болып жоқтан 7 болсақ, 13'ке көбейтсек 5,1. Шамамен алғанда 5,1. 5,1 жататын аралықтар. Біріншісіне жатпайды, екіншісіне жатпайды, үшіншісіне жатады. Төртіншісіне жатпайды, бесіншісіне жатпайды, алтыншысына жатады. Жетіншісіне жатпайды, сегізіншісіне жатады. Осы үш болады.
26-шы сұрақ. Теңдеулер жүйесінің шешімі болатын жауаптар. Бірінші теңдеуде x квадрат қосылған 3x минус 4 тең 0. Реттейтін болсақ x плюс 4 x минус 1 болады. Дискриминант формасымен шығарсақ та болады. Бұл жерден x тең минус 4 x тең 1. X тең 1. Енді x 2 жауабы бар. Енді x-тің орнына минус 4-тен 1-ді қоямыз. 1 бөлінген 2-ның минус 4 дәрежесі. Азайтылған y тең минус 1 2019 теориясында. Ол минус 1-ге тең болады. 2-ның минус 1 бөлінген 2-ның минус 4 дәрежесі, ол 2-ның минус 4 дәрежесі. Минус 1. 2-ның минус 4 дәрежесі, ол 16. 2-ның 4 дәрежесі 16. 16 минус y тең минус 1. Сонда минус y тең болады. Минус 1 минус 16. Минус 17-ге y тең 17 болады. Сонда x минус 4, y 17. Bir şişime, екінші шешімі үшін x-тің орнына 1-ді қоямыз. 1 бөлінген 2-ның бірінші дәрежесі. Азайтылған y тең минус 1, 2019 түбірде минус 1-ге тең болады. Бұл жерден минус y тең минус 1, минус 2-ден 1, минус y тең минус 2-ден 3, y тең 2-ден 3, y тең 2-ден 3. Сонда x тең 1, y тең 2-ден 3. Cevabı B. Doğru cevabı. Minus 4 17. 27-ші сұрақ. Төмендегі сандардың ішінен fx функциясының туындысын нөлге тең болатындай x-тің мәндерін көрсетіңіз. Fx тең синус 2x болса, f туынды x синус x-тің туындысы косинус 2x көбейтілген 2x-тің туындысы. Косинус 2x, 2x-тің туындысы 2. Алма жаза саламыз. 2 косинус 2x болады. Енді бұл нөлге тең істейді болса, 2 косинус 2x тең 0. Косинус 2x тең 0. 2x косинустың мәні 90 және 270. 0 болады, оны біз сақтап 2 бөлінген 2 қосылған пимен x-тің 2 бөлінген 4 қосылған пимен бөлінген 2. Енді n тең 0 болса, x тең 2 бөлінген 4 болады. N тең минус 1 болса, x тең 2 бөлінген 4 минус 2 бөлінген 2. Минус 2 бөлінген 4 болады. Бұл дұрыс жауапты, дұрыс 2 бөлінген 4. Минус 2 бөлінген 4. 28-ші сұрақ. Радиус 4 см дөңгелек үшбұрышқа іштей сызылған. Үшбұрыштың бір қабырғасы жанасу нүктесінен 6 см және 8 см бөліктерге бөлінді. Үшбұрыштан қалған екі қабырғасын және одан табыңыз. Жанасқан 8 және 6 бөлікке бөледі.
Üç burçka işti sızılgan çember bissektirsaların tegizgan nuktası bolar. Al janysgan nuktelerden teң 8 bolsa, ekинчи жагы 8 болот. 6 болса, ekинчи жагы 6 болот. Белгisiz alsak radius 4 sol yerden kosinüs alfa teң olsun 4 kvadrattan 8 kvadratты koşsam 80 kvadrat olsa boştan kvadrat 80 olur. 80. Al kosinüs alfa 8 bölgen 80. 80 dedim. 4 5 8. Şimdi 7 bölgen 5 olur. Biz kosinüs teoremasını kullanıyoruz. Sonra 7 alfa alıyoruz. Kosinüs 7 alfa 7 kosinüs kvadrat alfa minus 1. Bu teң болады. 2 көбейтілген kosinüs alfa орнына 2 бөлінген 5, оның квадраты 4 бөлінген 5 минус 1 ол болады 24-дің 8. Ортақ бөлім 5, 8-ден 5-ті азайтсақ, 1-ге 5-тен бөлеміз. 8-ден 5-ті азайтсақ, 3 болады. 5-тен 3 kosinüs 2 alfa 5-тен 3 болады. Енді осы 3 kosinüs теоремасын қолданамыз. X плюс 6-ның квадраты тең болады. X плюс 8-дің квадраты қосылған 8 плюс 6 14 квадраты азайтылған 2 көбейтілген 14 көбейтілген x плюс 8 көбейтілген kosinüs 2 alfa. Жақсылап жазатын болсақ, x плюс 12x плюс 36 тең болады x квадрат плюс 16x плюс 64 қосылған 396 азайтылған 8x плюс 8 kosinüs 2 alfa 3 bölgen 5. X kvadrat minus 16x teң 36 жақсы санасатын болсақ 28-ден 384 5-ке бөлсек 16,8 жақсы санасқанда минус 16,8x азайтылған 16,8-ге бөлсек 28 6,4 134 0,4 минус 6,8 сол жаққа түседі. 2-ден 16-ны азайтсақ minus 4x plus 6,8x teң болады 230 minus 36 minus 134 болады teң болады 89 бүтін 6 x teң
89,6 bölsek x teң 7. Bu surat qo'shilgan x qabarg'asi 7 qo'shilgan 6 13 8 7 qo'shilgan 8 15. Al audanı tabusun. U köbeytilgan R degan formulani foydalanamiz. Bir ishga sindirgan radiyusi berilibdi. 4 köbeytilgan. Al u bo'lsa perimetrning yarısı. Perimetr 13 qo'shilgan 14 qo'shilgan 15. Onun yarısı 21. Altın 84. Altın 84. Sonra x kaburgası 13 және 15. 29 сұрақ тізбек a(n+1) тең 2an қосылған a(n-1) рекуррентті формуласымен берілген. a1 тең 2, a2 тең 3 болса дұрыс жауапты табыңыз. Енді a3-ті табу үшін 2 a2 a1 бізде 6 қосылған 2 тең 8. a3 8 a4 2 a3 қосылған a2 a3 плюс 16 қосылған a2 3 19. a5 2 a4 қосылған a3 2 көбейтілген 19 қосылған 8 38 8'i қоссақ 46. Şimdi a3 тең 8 a3 тең 8 a4 тең 19 a5 тең 46. 30 сұрақ егер кубтың 42 есе ұзартса кубтың көлемі қалай өзгеретінін табыңыз. Егер кубтың бір қат a болса онда көлемі a куб болады. Егер қабырғасы 2a болса көлемі 2aның кубы ол 8a куб болады. Сонда 8 есе артады. Көлемі 8 есе артады. Процентін айтатын болсақ 800%.